қазіргі жастардың да дін ұстанғанары қызық, некелескені қызық. Дін ұстанғандағы өзгеге дінді түсіндіруі қызық. Бұның бәрі сіздің біздің дінге деген әлі ықыласымыздың дұрыссыздығынан, әлі ислам дінін дұрыс түсінбегенімізден болады, бауырлар. Мен мысал айтайын. Ол мысалды көп қарапайым халық айтады молдаларға. Баяғыдан айтады. Бір жерге жиынға бара қалсаңыз, бір кісі сұрайды, молдеке дейді. Иә, бір адамның жүрегі таза болса, білесіздер, ар жағын. Намаз оқымай-ақ қойса. Ана бір адам намаз оқыса, бірақ оның жасаған күнәсі көп болса, қайсысын Құдай кешіреді дегендей мысал айтады. Ол бекер сөз емес. Бұл пайғамбарымыз бұны айтып қойған баяғыда, білесіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Бір жезөкше әйел жапан далада келе жатып, құдықтан су ішеді. Сөйтіп сол құдықтан шығып келе жатса, бір ит құдықтың жанын айналып суға түсе алмай жүр ішуге. Аят, мынау да Құдайдың пендесі ғой деп, аяқ киіммен су әперіп, сол итке берген үшін ол кісіні Алла жәннатқа кіргізді дейді. Күнәсін кешірді. Зинақор әйел. Зинақор әйел. Немесе керісіншесі дәл соның. Мүмкін әлгі әйел енді басқа шығар. Үйінде отырған бір әйел, бір шаруасыменен үйіне мысықты қамап кетеді. Сөйтіп ұзағынан оралмайды. Мысық үйдің ішінен шыға алмай аштан өледі. Пайғамбарымыз айтады. Сол әйелді, сол мысықты өлтірген үшін Алла дозаққа салады дейді. Сыртқа шығарып жібермеді ма? Өзі тамақ бермесе де сырттан әртүрлі жәндік жеп, су ішіп күнін көретін еді ғой дейді. Хайуанға бір адам жақсылық жасады, жәннатқа кірді. Бір адам бір хайуанға жамандық жасады, дозаққа кірді. Сізбенен біз хайуанаттар түгіл адамның үстінен аттап кетіп жатырмыз ғой, бауырлар. Адамның үстінен. Адамға қиянат жасайды, намаз оқиды, пара алады. Намаз оқиды, арамнан ақша табады. Намаз оқиды, аузынан ақ ит кіріп көк ит шығады. Намаз оқиды, бірақ күнәсін тоқтатпайды. Бұл кім бұл? Оның баратын жері қайда? Сұрақ қой. Сол үшін, бауырлар, әңгіме исламда болса, ислам бұл төресі, түбі діңгегі иман. Иман адамның жүрегінде болады, бірінші орында, бауырлар. Жүрегінде болады. Сол жүрекке орнығып, реттелмей, адамның сырт жағы да реттелмейді. Егер адамның сырты дұрыс емес болса, онда біліңіз, оның іші де дұрыс емес. Оның іші де сондай әлі қатесі көп. Бұл бірінші орында өзіңізден бастауыңыз керек. Сіз қандайсыз? Құран-ы Кәрімде Алла тағаланың сөзі бар. Расында намаз Алланың қайтарған істерінен және ұятсыз істерден тыяды деген аят бар. Сол аятқа Абдулла ибн Мас'уд айтады. Бұл деген сөз, егер бір адам күнәдан, ұятсыз істерден тыйылмаса, оның оқып атқан намазы оны жәннатқа емес, дозаққа сүйреп жатыр дейді.